Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қамыры өте жұмсақ болып шығатын шағын пиццалардың рецептімен бөлісемін. Жасалуы өте оңай, менімен бірге дайындап көріңіздер. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, қамырларыңыз өте жұмсақ болып шығады және жұмсақтығын ұзақ уақытқа сақтайтын болады. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге ұн, сүт, сұйық май, ашытқы, қант және тұз қажет болады. Ыдысымызға жылы сүтті құямыз. Артынан қантты, тұзды және ашытқыны салып жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін ұнды електен өткізіп саламыз. Көрсетілген мөлшерден артығын қоспаймыз. Егер артығын қосатын болсаңыздар, қамырларыңыз қатты болып қалады. Илеудің соңына жақын қалған кезде сұйық майды қосамыз. Сұйық майды соңында қосатын болсаңыздар, қамырларыңыз әдемі және оңай иленетін болады. Дәл осындай жұп-жұмсақ қамыр болып шығу қажет. Бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Сол уақыт аралығында салмасын дайындап қоямыз. Ол үшін бізге қызанақ, ірімшік және шұжықтар қажет болады. Және кетчуп пен майонез керек болады. 1 сағаттан кейін қамырымыз дәл осылай ашу керек. Өте жұмсақ болып шығады. Жаятын үстеліміздің үстіне сұйық майды құйып, жағып аламыз. Тек сұйық маймен жұмыс жасаймыз. Ешқандай ұнды араластырмаймыз. Бұл қамырмен 2-3 үлкен пицца жасасаңыздар да болады. Мен шағын пицца жасайтын болғандықтан 12 бөлікке бөліп шықтым. Барлығын видеодағыдай томалақтап шығамыз және бетін жауып 10 минутқа тындырып қоямыз. 10 минуттан кейін қамырмен жұмыс жасай берсек болады. Видеодағыдай жайып шығамыз. Шеттерін қалың етіп, ортасын жұқалатып жаямыз. Шеттеріне міндетті түрде бортик жасап шығамыз. Бортиктің есебінен пицца піскенде әдемі көрінетін болады. Барлығын противенің үстіне қойып, бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. 15 минуттан кейін қамыр біршама көтерілген және ортасын тағы да 1 рет басып шығамыз. Шеттеріне тиіспейміз, тек ортасын ғана басып шығамыз. Содан кейін салмасын дайындаймыз, яғни кетчуп пен майонезді қосып, араластырып, жағып шығамыз. Шеттеріне де жағып шығамыз. Содан кейін видеодағыдай салмасын рет-ретімен салып шығамыз. Салмасын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасай берсеңіздер болады. Шұжықтарды майдалап турасаңыздар да болады, немесе ет қоссаңыздар да болады. Ең үстіне сулугуни сырын қойып шығамыз. Басқа сырды да пайдалансаңыздар болады, бірақ бұл сырмен ерекше дәмді болып шығады. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста вверх-вниз режимінде 20 минутта пісіріп аламыз. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын!